Ал құрметті достар, Алланың қалауымен үйіміз бітті. Дәл қазір жалпы үйіме 200 метр жерден бастап үйімнің бұрышына дейін төселген ПГСі бар, несі бар. Өшім дәл қазір менің үйіме 75 миллион теңге ақша кетті. Жерді барлығын есептеген кезде әрбір қазаққа жұғысты болсын. Осындай керемет үй. Алланың қалауымен үйімізді енді бітіріп алдық. Енді үйдің сырты қалды, есіктің алды қалды, оның барлығы келесі жылға қалды. Құдай қаласа, оны келесі жыл тағы да түсіретін болам. Өшім үйіміздің заборы бір кнопкамен ашылады, бір кнопкамен жабылады. Осының барлығы бар. Не бар үйімде? Барлығына өшім дәл қазір қалай тұр, солайынан 75 миллион теңге ақша кетті. Білесіздер, қазір қымбатшылық заман, арзан ешқандай дүния жоқ. Үйді жалпы толықтай көрейік. Жүріңіздер. Бүгін енді алғашқы қоныс той, алғашқы үлкендер келіп жатыр үйге. Есіктің алдын бір обзор қарап алсаңыздар болады. Навесі бар ба? Навесі әлі біткен жоқ, әлі біраз жұмыстар бар. Навеске беретін әлі миллион теңге ақшам бар. Оны қоспағанда 75 миллион кетіп тұр, көріңізші. Жалпы менің үйімнің территориясы 8,5 сотық жер. Жерді осыдан бір жыл бұрын, алдыңғы жылы 9 миллионға ма, 9,5 миллион қалған. Примерно 9,5 миллион қалдым жерді. Одан кейін үйімнің черновой терезесі, есігі, құр үйдің черновой слағымен, кірпішмен, шипірі, ағашы, фундаментін барлығын есептеген кезде 18 миллион теңге ақша кетті. Сонда менің үйіме примерно 27,5 миллион теңге ақша кетті. Черновой, жермен бірге есептеген кезде. 9,5 миллион теңге жер, 18 миллион теңге үйдің черновой тұруына. Ал қазір заборы бар, свет, есіктің алды, камералар, барлығын жаңа забор, мавор, навес барлығын есептегенде жалпы енді 75 миллион кетті ғой. Ар жағындағы ақшаға примерно жалпы үйдің ішкі ремонты бар, жұмысы, майда шүйді, бытовуха, клем, не бар үйдің ішінде барлығына 45 миллиондай ақша кетті ғой үшін. Жүріңіздер, ішін көрейік. Бисмилля, жүріңіздер. Енді айтатын тағы бір дүние, бұл ақшаның ішіне үйімнің сыртқы полы материалын алып қойған. Тек жұмысына ғана ақша беру керек, үйдің сыртқы материалы дайын тұр. Кіргеннен бастап шкаф, теплый пол. Просто қараңыздар. Енді үйімнің просто кухня гарнитурдың өзіне негізі 2 миллион теңге ақша кетті ғой. Гарнитурдың өзіне. Жүріңіздер. Жалпы любой нәрседе план А, план Б деген нәрсе болады ғой. Жалпы план А ғой бізде. План Б-ны көрсін, жүріңіздер. Кіресіңді, бәрі топ көңі, короче. Мұнаның ішінде чисто өзім охотадан атып келген еттердің бәрін осының ішіне сақтайым. И мұнамен далаға шығып кетесің ғой, короче, ары қарай. План Б деген осы ғой. Енді келген қонақтарымыздың барлығы әрине үлкен зал бөлмесіне кіріп, тамақтанып, сол зал бөлмеде отырады ғой. Жүріңіздер. Енді келген қонақтарымыздың барлығы, мысалға өзімізде енді бала шағамның бөлмесі бар, қыздарымның. Одан кейін сол жақта өзіміздің рабочий спальный, одан кейін гостевой спальный. Келген қонақтарымыз демалып, ішінде массажный креслосы бар, 300 мың теңге тұратын, аяқ креслосы бар, 120 мың теңге тұратын. Өшім, жүрсеңіздерші. Өшім келетті, мына жерге бір массаж алып, қонақтарымыз өзімізде жұмыстан шаршап келген кезде демалады. Кілем, айтпақшы, таза иранский кілем. Мына кілемнің өзі, қателеспесем, 240 ма сондай тұрады, мына кілемнің өзі. Таза иранский кілем ғой. Енді келген қонақтарымыздың барлығы үйімізде ас бөлмесінен шығып, ас бөлмеге қонақ бөлмесіне келіп отырамын дегенше, ТВ зонаға кіріп, телевизорларын көріп, бұл ТВ зонаның өзіне 400 мың теңге ақша кетті ғой. Ал енді менің екі үлкен қызымның бөлмесі өздерінің, как они мечтали, солай істеп берді ғой, короче, жүріңіздер. Екі қызымның төсегі, бір төсектің өзі, қателеспесем, 180 мың ба, 200 мың ба, сондай тұрады, бір төсектің өзі.
қыздарымның армандаған төсектері, мындай коронасы бар басында, мына сурет салдырдық, суреттің өзін қанша мың ақшаға салдырдық. В общем, шторлары бар, и қыздарымның өзімнің сабақ оқитын шкафтары. Қараңыздар. Енді жалпы үйде екі санузел бар ғой, бірақ біріншісі главный гостевой санузел. Келген қонақтарымыздың барлығы үйге кірген кезде бірден осы жаққа келіп қолдарын жуады, өздері жуынып алса болады. Мынау таза иранский кілем. Енді кілемді шарит ететіндер біледі, мына үлкен размерді кілем. Мына кілемнің өзі негізі 400 бірдеңе мың теңге тұрады, қателеспесем. Өзіміздің спальныйдың интерьері, чисто өзімнің дизайныммен, ішкімен ақылдасқан жоқпын. Жалпы үйдің шторларына, бүкіл үйдің шторына 2 миллион теңге ақша кетті бізге. Бізде енді реклама болғаннан кейін біраз скидкамен жасалды. Жалпы мы есептеткен кезде 2 миллион теңге ақша кетті құр үйдің шторларына. Енді мынау төсектің өзі 380 мың теңге ма, сондай тұратын төсек. Енді біздің үйде, біздің өзіміздің бөлмемізде, бақа есік жабасаш, біздің өзіміздің мастер спальня деп, не үшін мастер спальня аталады? Себебі біздің өзіміздің гардеробымыз бар. Қараңыздар. Бүкіл менің костюмдарым, киімдеріміз барлығы іліп тұратын. Одан кейін өзіміздің, конечно, санузел. Түнде өз тірлігімен айналысып болған жуынатын бөлме. Короче, біліп тұрсыңдар ғой бәрін. Құрметті достар, жалпы енді алғашқы обзорды өзімнің үйімнен бастадым. Құдай қаласа, мықты белгілі ел алдында жүрген әнші, тамада, блогерлардың үйлеріне обзор түсіретін боламыз, Құдай қаласа. Енді әрбір қазаққа осындай керемет, өзінің армандаған үйі жұғысты болсын, әрбір қазақ квартирада тұрмасын, әрбір қазақтың өзінің жеке үйі болсын, жеке жері болсын, Құдай қаласа. Мен үшін шынайы қуанған жандарға осындай әдемі керемет зәулім сарай жұғысты болсын дейміз. Әдемі тілектеріңізді астына жазып қойыңыздар, менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыздар, бұйыртса мықты ел алдында жүрген азаматтардың үйіне обзор түсіретін боламыз. Кімнің үйіне обзор түсіргенімді қалайсыздар, комментарийге жазып кетіңіздер.